саламатсыздар, сіздермен Memory Talk және бүгінгі сериалымды мен бастайын деп шештім. Яғни сізге ұнайды деген ойдамын. Ендеше бастайық. Яғни мен сізге қазір кейіпкерлерді таныстырып кетейін. Бұл бізде ортаншы сіңлісі. Ал мына қыз болса, бұл ең үлкен әпкесі, мынау інісі. Мынау болса әкесі, бұл енді кішкене алқаш болады, сондай рөлді ойнайды. Ал ендеше сериалымызды бастайық. Әпке, менің қармаш кетті. Жарайды, онда үйге барып көрейік, жейтін бір нәрсе бар шығар. Ей қыздар, мен арағым аз қалды, барып арақ алып келіңдер. Қайдан болса да тауып келіңдер. Әке, менде ақша жоқ, менде де жоқ. Білмеймін, шаруам жоқ, ода қарыз болса да алып келіңдер. Әке, менің қарным ашып кетіп еді, жейтін бір нәрсе жеп алсам бола ма? Иә, әке, бір нәрсе жеп алайықшы. Жоқ, барып алып келіңдер, айтқан сөз түсінбейсіңдер ма немене, жарайды. Не істейміз енді? Білмеймін, ақша жоқ қой бірақта. Еще күн суып келе жатыр, ал мен болсам әлі футболкамен жүрмін. Иә, енді не істейміз? Может, магазиндердің бәрін аралап сұрап көрерміз? Давай. Қаншама жерді барып іздедік, соны да таппадық. Иә, кейбіреулер тіпті арақ алуға сендердің жастарың жетпейді, 18-ге толмағансыңдар деді. Иә. Онда түнге шейін осы жерде қалайық, әкеміз ұйықтағанға шейін? Иә, сөйтейік. Онда осы жерде қалайық па? Иә, сөйтеміз ғой, қаламыз. Әпке, кеш болды. Әкеміз ұйықтап қалған шығар? Иә, мүмкін үйге қайтармыз, бірақ жолда мен есімде жоқ, шынымды айтайын. Масқара, енді қалай қайтамыз үйге, менің де есімде жоқ. Білмеймін, тіпті менің де есімде жоқ қалай барғанымызды шейін. Енді үйге қалай қайтамыз, әпке? Білмеймін, жүре берейік, мүмкін есімізге түсіп қалатын шығар. Жарайды, онда сөйтейік, адасып қалмасақ жақсы болатын еді. Жарайды, жүр кеттік, әпке. Әпке, біз мына жермен жүріп пе едік? Жоқ, бұл жер менің есімде жоқ. Әпке, мына жер өте қорқынышты ғой. Иә, келісемін, мен де қорқып тұрмын. Біз ана жаққа барған кезде бұндай жолмен жүрген жоқпыз ғой, иә, вроде бы? Иә, жүрген жоқпыз. Жарайды, жүре берейік. Мынандай жолмен жүрмедік қой. Иә, бұл жер вообще оның есімде жоқ. Қыздар, түнде не алып жүрсіңдер? Біз адасып қалған сияқтымыз. Үйлердің қай жақта екенін білмейсіңдер ма? Айтпақшы, бізден қорқып тұрсаң, біз қыдыруға келген адамдармыз. Саған көмектесеміз. Жарайды. Негізінде көшенің атын білемін, қазір айтам. С-дан басталады, Сейфуллин. Жақсы, біз сені сол жерге апарамыз. Жарайды, ішінен біздің үйімізді көрген кезде сізге айтамыз ғой. Бұлай көмектесіп жатқандарыңызға өте көп рахмет, алғысым шексіз сіздерге. Жарайды, таң атқанша сендерді апарып тастайық, жүріңдер. Жарайды. Біздің артымыздан адаспай еріп жүріңдер. Осы үй ма? Иә, осы үй, үлкен рахмет сіздерге. Иә, рахмет, осы үй. Жарайды, келесі жолы адаспай үйлеріңе қайтыңдар, жүре ма? Жарайды, рахмет сізге. Уже түн жарым болып қалды. Әкеміз ұйықтап қалған шығар, может, иә? Мүмкін, жүр, барып көрейік. Әкеміз ұйықтап қалып па? Жоқ, ұйықтамапты. Жүр кеттік, бізде естімей тұрғанда. Менің қарным ашып кетті. Жейтін не бар мына жерде? Пока что дым жоқ сияқты. Алиханның сүтін берейік. Азақ қалыпты ғой, әпке? Иә, ертең Алихан не ішеді екен? Қане, сүтін берейік. Кішкене ғана іш, ертеңге де қалсын, жарай ма? Болды, енді қалған ертең ішесің. Қалеңте дым жоқ екен ғой. Әпке, нан бар екен ғой? Мінекей, бөлісіп жейік, әпке. Иә, маған берші, қарным ашты. Қане, жарты кусогын сіз жеңіз. Мен сіз жеңіз. Кезек. Әпке, онша қатты тоймадым. Мен де. Жарайды, ертең көреміз, бүгін ұйықтайық.
Ал Алихан жата ғой. Қайырлы таң әпке. Енді не істейміз? Білмеймін. Қыздар, арақ алып келдіңдер ма? Жоқ әке, алып келмедік. Неге алып келмейсіңдер, а? Ақшамыз болған жоқ және бізге бермей қойды. 18-де толмаған деп. Сендерге қанша айтамын? Кез келген жерден арақ тауып алса болады ғой. Әке, кешірім өтінеміз әрине, бірақ біз шынымен таппадық. Миымды ашытпаңдаршы, өздерің тамақ керек кезде білесіңдер ғой қаяқтан алу керектігін. Сол сияқты алып келіңдер арақты. Сіз неге өзіңіз алмайсыз? Мен алмайын, біліңдер ма, барып алып келіңдер көзімнен көрінбей. Айтпақшы, мен шыққанда арақ осы жерде тұратын болсын. Енді не істейміз? Білмеймін. Магазиндерге, торговый центрлерге барып көріп келейік. Иә, сөйтейік, әйтпесе таба алмайтын сияқтымыз мүлдем. Жарайды, кеттік онда. Өтінеміз, сіздерде тамақ бар ма? Ақшам бар болса бар, ақшам жоқ болса бермейміз. Онда немесе арақ бар ма? Қандай арақ, көріп тұрсың ғой бұл жерде тамақтар екен. Жарайды, кешіріңіз. Сәлеметсіз бе әже? Сізде тамақтар бар ма, қалған құтқан? Ешқандай да қалған құтқан тамақтар көріп тұрған жоқпын. Бар болса да бермеймін. Өздерің табыңдар. Миымды ашытпай. Онда арақ беріңізші. Өлі, қандай арақ? Көздеріңіз соқыр ма? Кетіңдер әрі. Бар, неғып тұрсыңдар? Мінекей сен заказ. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Арақ бар ма сіздерде? Жоқ, қандай арақ, не үшін сұрадың? Әкеміз айтып еді арақ алып келсіңдер деп. Ал бізде ақша жоқ. Аналарың бар ма? Әке-шешелерің ше, вообще бар ма екен? Жоқ, өкінішке орай анамыз қайтыс болып кеткен, ал әкеміз болса арақ ішеді, алып қаш десем де болады. Түсінікті, сендерге жалко. Қарындарың ашты ма, тамақтар алып жебесіңдер болады. Қалаған тамақтарыңды алып жеңдер. Мәссаған тәтешім ба? Иә, әрине. Мәссаған, үлкен рахмет сізге. Нан алсам бола ма? Мен нан алсам екен. Әрине болады, жей беріңдер. Қазір сендерге ішетін алып келейін. Мінекей, іше берсеңдер болады. Сен маған келе ғой. Бұл кішкентай балаға да бір нәрсе жесе бола ма? Иә, әрине болады, онда қарнаш. Жарайды. Қалағанды ала ғой. Нан жейсің бе, ала ғой. Рахмет. Жаным. Рахмет сізге, өте дәмді екен. Оқасы жоқ, жандарым. Рахмет сізге. Оқасы жоқ, тағы жейсіңдер ма? Бәрін бере аламын. Тойғанша жеп алыңдар. Рахмет, біз уже тойып қалдық. Сіз өте мейірімдісіз. Рахмет, жандарым. Арақ сататын жерлер білесіз бе? Жоға, керек емес, алмақ қойыңдар. Кімге алайын деп жатсыңдар? Әкеме ғой, сол. Әкелерің өте қатал сияқты ғой, әрі алқаш сияқты. Одан да арақты алмай-ақ қойыңдар. Жарайды. Жақсы, келіп тұрасыңдар ғой, кез келген кезде келе беріңдер. Иә, рахмет сізге. Үлкен рахмет, сау болыңыз. Не деген жақсы балалар. Құрсын неме қайтайын. Әпке, ана өте жақсы екен, иә? Иә, келсем, өте жақсы адам. Сондай сияқты ес дұрыс анамыз болғанда. Иә. Менің қарным тойды. Жаным сол. Менің де қарым кішкене тойып қалды. Олай көп болып тоймаған ма? Менің де. Жаным, мен келдім жұмыстан. Келе ғой. Сонымен қандай жаңалық жұмыстарында? Бағана магазиніме 2 қыз, бір кішкентай ұл келді. Әкелері арақ алып келіңдер депті. Ужас. Олардың еш ақшалары жоқ. Сосын қарындары аш екен. Сосын мен оларға тамақ бердім. Олар өте сүйкімді. Жаным ашып кетті оларға. Менің де. Жаным, біз көптен бері бала туа алмай жүр едік қой. Может, оларды асырап алармыз? Бір жағынан бізде, олар да қуанып қалады. Білмеймін, оны көру керек. Жаным, өтінемін.
Мен оларды өзім-ақ өсіріп тәрбиелеймін. Ақша деген жетеді, неге асырап алмасқа? Олар еще кедей сияқты. Жарайды, асырап алайық. Мәссаған жаным, рахмет саған. Енді олар ертең келсе, айтамын ғой оларға. Сен өте жақсысың. Енді бір емес 3 бала болады. Олардың ең бірінші әкелерінен рұқсат сұрап алу керек қой. Не дегенмен әкесі? Сұрасақ сұрақ, бірақ әкесі оларды керек қылып жатқан жоқ қой. Ойлашы, әкелер балаларын ара алып кендер дей ме? Мәссаған ужас қой мынау. Сол ғой, тезірек ертең болса ғой.